Хабар агенттігінің тапсырысы бойынша Живис ұсынады. Түркінің кіндік қан тамған түп қазығы Алтай. Алтай бабаларымыздың алтын бесік ата жұрты. Суы бал, көдесі май, жері майса, ағызған саралтынды тастан Алтай деп әнге қосқан. Алтын ұямыз көкке ортақ болғанымен, қара шаңырақта кімнің отырғанын сіз бен біз анық білеміз. Бұл жайлы күлтегін білге қаған Тоныкөк жазбаларында таудан қалаға түсті. Алғашында 70 кісі жиналып 700 болды деп жазады. Ал Бируның шығармасында үңгірден шыққан түрік сарбаздарының мемлекет құруы жайлы баяндалады. Міне содан кейін түріктің көкбөр ұрпақтары Евразияның төсін жарып, өздеріне ыңғайлы әрі құтты мекен іздейді. Жалпы жүздері дөңгелек болып келетін ұлы халық өткір, тік төртбұрышты дүниелерден гөрі сопақтау, доғалдау, дөңгелекті көбірек құп көрген. Мысалы, бесік, шаңырақ, ошақ, күн мен ай, көк пен жер бәрі дөңгелек. Дөңгеленген дүниеде домалаға айға қарап ұлыған көк бөрінің дауысы көне Түркістан, Отырар, Алмалық, Сайрам сынды шаһарларда аралап кетті. Қара шаңырақты қасиет көріп, бөлініп шыққан отауға еншісін беретін ұлы даланың болмысы осындай еді. Көп түрі енші алып тарасқанда қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па деп ақын Мағжан Жұмабаев жырлайды. Бұл қазақтың мінезі, бұл сенің болмысың.